Бүгін сіздермен таңғы асқа өте тойымды блины с творогом дайындаймыз. Алдымен табамызды қыздырып, сары маймен немесе өсімдік майымен жақсылап майлап аламыз. Армысыздар менің YouTube көрермендерім. Егер сіз менің каналымның тұрақты оқырманы, көрермені болатын болсаңыз, дәл осы блиныйдың рецептісі менің каналымда бар 3 стакан деп аталады. Міне осындай әдемі массадан сіз ажурный, табаға жабыспайтын, миксерді қажет етпейтін блиныйды дайындайтын боласыз. Міне мен блиныйларымды бірінен кейін бірін жақсылап пісіріп алып жатырмын. Сіздерге де дәл осы рецептпен дайындап пісіруге кеңес беремін. Таңғы асқа немесе балаңыз мектепке перекус сұрағанда осы блиныйды пісіріп, салмасына творог салып берсеңіз өте тойымды болады. Енді біз салмасын дайындайық. Салмасына бізге сметана немесе қою айран, ол балаңыздың қалауы бойынша. Менің балам сметанамен жасағанды ұнатпайды, қою айранмен жасаймын. Одан кейін творог, қант және осындай ыдыс қажет. Міне блиныйларымызды осындай әдемілеп пісіріп алдық. Қараңызшы, қарасаңыз көзіңіз тоймайды ғой. Прямо ажурный, әдемі болып пісті. Давайте енді салмасын дайындайық. Блиныйдың шыққан санына байланысты творогымызды ыдысқа салып, оның үстінен осы аталған ингредиенттердің барлығын көз мөлшерімізбен салып, жақсылап араластырып салмасын дайындаймыз. Жоғарыда айтып өткенде, мен балаларым сметанамен жасағанды ұнатпайды, сондықтан кефирмен жасаймын. Бұл айранда, кефирде, творогтың да құрамдары таза. Менің каналымның тұрақты оқырмандары, көрермендері болсаңыз, менің каналымда әр молочный продуктыны дұрыс таңдаудың видеолары бар. Сондықтан соларды қарап шығуға кеңес беремін. Дайын салмамызды блиныйдың ортасына салып, жақсылап орап аламыз. Міне дәл видеодағыдай. Кезек-кезегімен орап алдым. Творог жемейтін балалар үшін дәл осылай арасына салып берсеңіз, байқамай творогты жеп қояды. Және тойымды таңғы ас немесе мектепке перекус. Міне мен творогтарымды салып, блиныйымды орап жатырмын. Дәл видеодағыдай жасаңыздар. Міне орап қойдым. Сіздерге осы 3 блиныйды орап көрсеттім видеода. Қалғанында видеодағыдай орайсыздар. Ас болсын, сіздермен бірге болған дәрігер Динара. Әрқашанда балаларыңызға махаббатпен дайындап беруге кеңес беремін. Ас болсын.